Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте адамда осындай кросс-сандарды жасап көрсететін боламын. Қытырлақ болып шығады және жұмсақ болып шығады. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құятын боламыз. Және осы жылы сүттің үстіне жылы суды құйып жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық дрожжды қосып, жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Достар, 15 минут өткеннен соң осылай пищевая пеленкамен жауып қойған апарамызды алып араластыратын боламыз. Және осы сұйықтықтың үстіне жұмыртқаны қосамыз. Тек бір жұмыртқа ғана қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, жұмыртқаны қосқаннан соң араластырып, осылай үстіне ұнды қосып қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болуы қажет. Осылай қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болуы қажет. Енді осы қамырдың бетін жауып 45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Осы қамыр көтерілуі қажет. Сосын барып біз круассандарды пісіреміз. Осылай 45 минуттан соң қамырды аламыз. Қамыр бізде көтерілуі қажет. Енді осы қамырды үстелдің үстіне қойып, бөліктерге бөлетін боламыз. Менде 8 бөлік шықты. Осылай ұнға аунатып, кішкене ұн сепсеңіздер де болады. Осылай жасап қолымызбен енді осы қамырды 8 бөлікке бөлеміз. Немесе 7 бөлікке де бөлуге болады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөліп жатырмын. 8 бөлік шықты менде. Бөлген қамырларды дөңгелетіп, жаюға ыңғайлап қоямыз. Достар, осылай қамырларды жасадым. Енді осы бір қамырды алып жаятын боламын. Оқтаумен қатты қалың қылып, қатты жұқа қылып жаймаймын, және орташа қылып жаямын. Үлкен қылып жаю міндетті емес, себебі біз қазір барлық қамырды осылай жайып, ортасына сары майды жағып, қайтып жаятын боламыз. Не осылай оқтаумен жайып жатырмын. Енді жайылған қамырдың үстіне лопаткамен немесе қолдарыңызбен сары майды жағып шықсаңыздар болады. Осылай мен сары майды жақтым. Және де осылай барлық қамырды осылай оқтаумен жайып, біріншісін қандай көлемде жаясыздар, қалғандарын да сондай көлемде жаясыздар. Достар, осылай жайып алдым. Тағы да екінші қамырды. Енді осы қамырдың, жаңағы сары май жаққан қамырдың үстіне осы қамырды қойып, және осыған сары майды жағамыз. Қалғандарын да осылай жасаймыз. Қалған барлық қамырды осылай орташа етіп жаямыз. Және де ортасына сары майды қойып, менде 8 бөлік шықты. Яғни осы 8 қамырды бірінен соң бірін осылай жасаймыз. Ортасына міндетті түрде сары майды жағыңыздар.
Достар, осылай 8 қамырды да жайылған сары май арқылы жағып шықтым орталарына. Енді осы қамырларды жаятын боламыз оқтаумен. Қатты қалың қылмаймыз, және кішкене жіңішке қылып, жіңішкелеу етіп, үлкендеу қылып жаямыз. Достар, енді жайылған бөліктерді осылай кесіп 16 бөлікке бөлеміз. Достар, 16 бөлікке бөлдім, 3 бұрышты етіп кестім. Және де осы қамырларда осылай круассанның қалпында осылай орайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ораймыз. Достар, осылай барлығын ораймыз. 3 бұрышты етіп кесілген қамырларды орап, енді осындай тапаға пергаментті төсеп осылай салатын боламыз. Осылай салып болғаннан соң үстіне жұмыртқаның сары уызын ғана жағатын боламыз. Және осылай тек қана сары уызын жағамыз. Және осы жағып болғаннан соң біз бұны пеште пісіретін боламыз. Достар, осылай пісіп шықты. Өте дәмді, және сыртқы жағы қытырлақ, іші өте жұмсақ, сондай керемет круассандар пайда болды. Іші толықтай піскен. Қараңыздар, түрін өте сондай керемет болып шықты. Дәмі де өте дәмді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Осымен біздің круассандарымыз дайын. Қош сау болыңыздар.